Сәлем баршаңызға, есімім Тоғжан. Бүгіннен бастап блокноттағы тақырып деген рубрика бастағым келіп отыр. Менің блокноттарым өте көп, ал соның бүгін біреуінен бастайық. Бүгінгі тақырып минимализм және максимализм туралы бөлісетін боламын. Арнаға жазылыңыз, достарыңызға жіберіңіз, лайк басыңыз, комментарий қалдырыңыз, қолдаңыз. Ал кеттік ендеше. Минимализм деген кезде көзімізге біздің не елестейді? Минимализм бұл как будто бір үйде ештеңе жоқ, пустой дом, артық затсыз, бір палас пен бір үстел ғана тұрған, примерно осындай сурет сізге елестейді, иә? Ал максимализм дегенде сізге не елестейді? Әрине, көп тамақтар, көп киімдер, неше түрлі алуан түрлі заттар, әшекейлер, бұйымдар, одан бөлек қалса біздің жақсы көретін курстар, коучтардан алатын білімдеріміз, осының барлығы да максимализмға жатады. Максимализммен өмір сүретін адамдар саны өте көп. Барлығымызда максимализммен өмір сүрдік осы уақытқа дейін, қазір де өмір сүріп жатқан адамдар бар. Өзімізге керектіні де, керек еместі де барлығын жинаймыз, гаражға жинаймыз, үйде жинаймыз. Гаражда үйде болмаса, тағы бір кладовкада жинаймыз, балконда жинаймыз деген сияқты әйтеуір бітпейтін заттар. Осы заттардың барлығы біздің энергиямызды алып, біз ақырында шаршау болып, неден шаршау болғанымызды өзіміз түсінбей, былайша айтқанда, энергиямыз мүлдем қалмайды. Оның үстіне жаңағыдай бірдеңе бастайын дейсің да, фокусың бөлінеді, себебі көп заттың арасынан не керегіңде өзіңе таппай қалатын кездер болады. Сол себепті де біз қазір полный минимализмға өтіп кетейік демеймін, бірақ та минимализмге біз жақындауымыз керек. Неге? Себебі энергияны арттыру үшін, одан бөлек нақты бір ғана істі соңына дейін жеткізіп, фокусымыз бір нәрседе ғана болу үшін. Ол үшін не істеуіміз керек? Ал кеттік ендеше осы туралы айтайын. Ол үшін бірінші, кимейтін, ескірген, өзіңізге ұнамайтын, жаңағы толғанда кием, азғанда кием, көтергенде кием, жаңағыда қонаққа барғанда кием деп алынған киімдердің барлығына сорт жасаңыз. Ол сізге расында да керек пе, керек емес пе? Осыған жаңағыдай ұнаған заттарыңызды ғана алып қалыңыз, ұнамайтын заттарды сатыңыз, немесе біреуге беріңіз, немесе лақтырыңыз, мүлде жарамайтын болса. Бұл жаңағы бірінші киімдерге байланысты. Полный киімдеріңіздің арасын сорттап, не керек, не керек еместігін анықтап, комментария жазыңыз. Егер де реально жасаған болсаңыз, егер жасасаңыз сіздің энергияңыз артады, оның үстіне киім шкафыңызды ашқан кезде не киеріңізді білмей, бүйтіп қарап тұрмайсыз, 10-45 киімге былайша айтқанда не киемін бүгін деген сұрақ сізде туындамайтын болады. Және де сіздің полкаңызда міндетті түрде шаң басып жатқан, мүлде киілмеген, тіпті жаңа киімдерді табылуы әбден мүмкін. Осы туралы да ұмытпаңыз, міндетті түрде қараңыз. Бұл сізге бірінші тапсырма. Ал екінші тапсырма бұл кухняға байланысты. Кухнядағы, шкафтардағы керек емес 1045 крупалар. Мүлде желінбейтін ноқаттар, гречкалар, бірандай болады ғой, тарының бір крупалары деген сияқты, манный каша, мүлдем вообще желінбей арт жағында қалып қойған крупалардың барлығында тастаңыз, немесе керекті адамға беріңіз, немесе жаңағыдай қолданыңыз күнделікті өмірге. Холодильникте тоже самый сорт жүргізіңіз, холодильниктің ішін ашыңыз, керекті нәрселерді ғана қалдырып, керек емес нәрселерді, қат қалған варенье, мүлде желінбейтін вареньелерді, балды, бір тәтті-пәттілерді, қалып қойған, көгерген, шіріген, или болмаса жаңағыдай тұр қалған заттың барлығын тастаңыз, немесе біреулерге беріп жіберіңіз. Қолданбайтын болсаңыз, әсіресе специялар, 1045 түрлі специялар бар бізде, иә? Пловқа, борщқа, мантыға деген сияқты өте көп. Солардың самый керектісін ғана өзіңізге алып қалыңыз, қалғанын барлығын беріп жіберіңіз, немесе лақтырыңыз, сұрауға өтіп кеткен болса. Одан бөлек аптечкаға сорт жасаңыз, аптечкада срогы өткен дәрілердің барлығын лақтырыңыз, қолданбайтын дәрілердің барлығын басқа біреулерге беріп жіберіңіз. Әрбір заттың өзінің энергиясы болады, сол энергия сіздің сол энергияңызды сол заттарға кететін болады. Әр заттың ақысы да бар деп айтылған, әр заттың ақысын беруді ұмытпаңыз. Киімдер, тамақтардан бөлек біздің телефонымызға да осындай бір сорттау жүргізу керек болады. Телефонымызда, яғни керек емес чаттар, WhatsApp-тағы керек емес 1045 суреттер,
әңгімелер барлығын өшіріңіз, таныс, бірақ вообще араласпайсыздар, редко жазасыздар деген сияқты переписканы сақтап қоймаңыз, өшіріңіз. 1045 селфи суреттердің барлығын өшіріңіз. Әртүрлі керек емес телеграм каналдардан шығып кетіңіз. Инстаграмдағы әр кімге жазылған бір оқырмандардың барлығын сіз күнделікті қарамайсыз, кемінде бір 10-20 страницаны ғана күніне сіз қарайсыз, ары қарай сіз даже оны көрмейсіз де бар ғой. Шынында да. Сондықтан да лучше жаңағыдай олардан отписаться етіп, басқа нәрсеге энергияңыздан самый керек деген нәрсеге фокусыңызды бөлуді ұмытпаңыз. Оқылмай тұрған кітаптарға сорт жүргізіңіз. Және де ашылмай, жазылмай тұрған курстарға мән беріңіз. Сіз неге ол курстарды алып оқымай жүрсіз? Рассрочка қалсаңыз да оқымай жүретін адамдар бар. Осы жағын кішкене қараңыз. Реально сізге бұл курс керек па? Не үшін бұны алдым? Алған кезде қандай сезімде болдым деп өз-өзіңізге сұрақ қойып, керек емес курстардың барлығын өшіріңіздер, шығып кете салыңыз, сіз оны көрмейсіз себебі. Ал керек дегенін міндетті түрде оқыңыз. Сізге тапсырма. Осы жоғарыда айтылған барлық нәрсені жасайтын болсаңыз, сізге бұйырса энергия келетін болады, әрі заттарыңыз өз орнында тұратын болады, және де заттарыңыз азайып, сізге көзіңізге самый не керек, реально керек заттарды ғана өміріңізде алып қалсаңыз, онда сіздің өміріңіз былайша айтқанда жеңілдейді. Бір нәрсеге фокус қоюыңыз сізде жеңіл болады. Осылайша минимализм мен максимализмнің сіз уже айырмашылығын білесіз, қалай өмір сүру керектігін өзіңіз таңдайсыз. Сізге максималдық өмір ұнайтын болса, онда максимализммен өмір сүруге болады, ал минимализм өмір сүру ұнайтын болса, онда минимализм өмір сүру салтына кішкене өту керек болады. Жаңағыдай керек емес заттардан құтылып, барлығын тазартып, өзіңізге не керек солармен ғана 3 ай бойы жұмыс жасаңыз. Ештеңе де сатып алмаңыз, жаңадан қолыңызда бар нәрсені пайдаланып үйреніңіз. Ұнаған болса, онда комментарий жазып қалдырыңыз, мен ары қарай да бөлісе беретін боламын. Егер сізге ұнаса, маған белгі қалдырыңыз. Осы жоғарыда айтылған нәрселерді жасасаңыз, міндетті түрде мені белгілеп салыңыз, бір отрывогым болсын кесіп. Ал мен өте қатты қуанып қаламын. Рахмет, сіздерге сау болыңыздар.